Естеріңізге сала кетейік, Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданының Надежка ауылында бүтін бір отбасы дүкеннен сатып алынған шұжық, түшпара және газдалған сусын ішкен. Алайда кешкі астан кейін бүкіл отбасы өзін нашар сезінеді. Ертеңіне жанұяның 2 баласы 3 жасар Василий мен 6 жастағы Алиса көз жұмды. Абырой болғанда дәрігерлер ауыр жағдайға түскен отбасының үлкен ұлы Кириллді аман сақтап қалды. 10 жастағы бала облыстық балалар ауруханасының жансақтау бөлімінен палатаға ауыстырылды. Незамедлительно, ввиду тяжести состояния. Ауыр жағдайға байланысты дереу реанимация бөлімшесіне орналастырылды. Шұғыл консилиум құрылды. Баланы бардық тиісті қажетті дәрігерлер қарады. Тиісті зертханалық зерттеу алынды. Емдеу диагностикасының хаттамасына сәйкес толық жүргізілетін болады. Ал бірінші қалалық аурухананың жұқпалы аурулар бөліміне ауыр халде түскен олардың анасы да жансақтау бөлімінен палатаға ауыстырылды. Дәрігерлердің айтуынша 28 жастағы әйелдің беті бері қарап жағдайы жақсарған. Онымен психолог жұмыс істеп жатыр. Емдеу әлі де жалғасуда. Пациентка поступила в тяжелом состоянии. Науқас ауыр жағдайда инфекция бөлімінің жансақтау бөліміне жатқызылды. Дереу шоққа қарсы терапия, детоксикация терапиясы жүргізілді. 4-шінде реанимация бөлімінде ем алды. Бүгін бөлімші палатасына ауыстырылды. Қазіргі уақытта жағдай тұрақты, емдеу жалғасып жатыр. Науқастардың қашан үйге оралатыны белгісіз. Әзірге сот медициналық сараптаманың нәтижелері шықпады. Сондықтан бүтін бір отбасы неден уланғаны бейхабар. Ақнұр Қайырбек, Асары Ербұлан, Первый Северный телеарнасы.